Ассалаумағалейкум қазақтарым. Соңғы кезде біздің арамызда мошенник, аферист дегендер, қазақша айтқанда алаяқтар өте көбейіп кетті. Бірінен бір қарыз қалады, кидайт етеді. Әсіресе мына ваххабит, салафит дегендер Құдайдан қорықпайды. Солар кидайт етеді, алдайды, өтірік айтады. Бұлардың бәрі надан, сектант болғандықтан, білімсіз болғандықтан осылай істейді. Сол сияқты біздің керемет мына білімді адамдарымызда, бай адамдарымыз, қолында билігі бар адамдарымызда жұмысшыларды жалдайды, даяшыларды, құрылысшыларды, сондай тағы басқа жұмысшыларды жалдайды да, ақшаларын істеп болғаннан кейін беремін деп, ақшасын бермей қуып жібереді. Бұл деген Аллахтың шариғаты бойынша үлкен күнәлардың бірі болып табылады. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ана сахабалар өлген кезде жаназа намазына шығармай тұрып, мына марқұмның қарызы бар ма деп сұраған. Егер қарызы жоқ десе, жаназа намазын оқыған. Егер қарызы бар десе, ол намазды оқымай кетіп қалып отырған. Егер де біреу мен оның қарызын төлеп берем десе, сонда ғана оқыған. Сол сияқты бір хадистарда айтылады, егер адамның бұл дүниеде қарызы мойнында болып өліп кететін болса, о дүниеге барған кезде жалаңаш тұрады, қолында не байлық, не ақша жоқ, не дүние мүлік жоқ. Ана қарыз берген адамға қарызын қайтару керек, соны қарыз қайтара алмайды да, сол адамның күнәсін мойнына Аллах тағала жүктеп береді. Сондықтан да күнә жасамаңыздар, байқаңыздар, әсіресе қарыз жағын байқаңыздар. Сіздер ойлайсыздар, ешкім көрмей тұр деп, жоқ, оның бәрін екі періште жазып тұр, Аллах көріп біліп тұр бәрін.